Олар жер бетінде бұзақылық жасап, қан төгеді ғой. Біз саған құлшылық қыламыз ғой. Біз жетпейміз бе деген кезде Алла субхана ва тағала мен сендер білмейтін нәрсені білемін деді. Адам алейхиссаламды жаратты. Жаратқаннан кейін не қылды? Адам алейхиссаламға есімдерді үйретті. Атауларды үйретті де, сол атауларды бірінші кімдерге қойды? Періштелерге. Мынаның атауын атап беріңдер деді. Олар білмейді ғой, көрдіңіз бе? Бір Адам алейхиссалам атап берді. Сол үшін құрметті ағайын, адам баласы Аллаға жақын болса, өмірі мәні сәнді қылатын болса, ол періштеден жоғары болады, құрметті ағайын. Өйткені адамда нәпсі бар. Періштелерде бұл не? Сондай періштелер бар, сәждеде қияметке күнге шейін тұрады. Періштелер Алла тағалаға ешқандай қарсылық танытпайды. Бір адамда не бар? Нәпсі бар да, сол нәпсі мен шайтанды жеңе білген адамның деңгейі құрметті ағайын жоғары болады да. Сол үшін адам не? Пайғамбарымыздың хадисінде келіп жатыр ғой, ең жақсы адам өмір жасы ұзақ болып, сол өмірін ізгі амалдармен толтырған адам дейді. Аллаға жақын болған адам. Allah subhanahu wa ta'ala Kerim'de aytadi: "Allazi halaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Ол Allah subhanahu wa ta'ala сондай сіздердің қайсы біріңіз көркем жақсы амал жасауларыңызды сынау үшін, білу үшін өлім мен өмірді жаратты дейді, қараңыз да. Адам баласы ойлауы мүмкін ғой, мына өмірге не үшін келдім мен? Дұрыс қой? Не үшін өліп жатырмын? Адамдарға сұрақ болуы мүмкін да. Біздің өмірге келуімізде, өмірден өтуімізде құрметті ағайын, бұл сынақ. Не нәрсемен? Кім Алла разы болатын амал жасайды? Былай айтқанда, кім мәнді сәнді өмір сүреді? Соны білу үшін де құрметті ағайын. Адамдар ойлауы мүмкін, Алла субхана ва тағала бізді мына өмірге жаратқан уақытта біздің өмір сценарий деп ойлауы мүмкін да. Алла тағала маған осы нәсіп етті, мен осы болмысым, осы Алла мен осылай жаратты, осылай кетем деп адамдар кейде көп нәрсені Аллаға жауап қою әбден мүмкін да. Бірақ сізге бір сұрақ та. Қазір мешітте отырмыз бәріміз да. Мешітке кім алып келді бізді? Әрине Алланың қалауы бар, бірақ біздің еркіміз бар емес пе? Келмеймін десеңізші, еркіңіз өзіңізде. Ешкім сізге мешітке келме деп бар деп итермелей алмайды. Немесе қазір мешітке келуге де басқа орынға баруға да сізде ерік бар да. Сол үшін мына өмірде Алла субхана ва тағала ирада жүз'ия дейді. Былай айтқанда шектеулі қалау бар, оны бізге берген да. Тұрам десең тұрасың, сөйлейін десең сөйлейсің. Қазір мен уағызға дайындалдым, уағыз айтып жатырмын да. Әрине Алла тағала маған сөйлеу қабілетін беріп тұр қазір. Бірақ бұны алып қойса мен сөйлей алмаймын. Алла маған осы нығметті бергеннен кейін осы аз ғана қалауды мен пайдаланып сіздерге сөйлеп жатырмын да. Айтқым келіп тұрған мәселені, ой болды мен болмысым осы, Құдай мен былай жаратты, мен осылай кетем деген сылтау бұл өтпейді екен, құрметті ағайын. Неге? Өйткені сіз сөйлегенде не сөйлейтініңізді білесіз, қайға баратыныңызды білесіз, өз еркіңізбен кетіп барасыз. Құдай сақтасын, Құдай ол нығметті алып қоймасын. Қандай сөйлеу, жүру, қозғалу, көру нығметін алып қоймасын. Алып қоятын болса бар ғой, миллиардтаған доллар үлкен көкелер жәрдем бере алмайды. Қазір мысалы Инстаграмда, парақшаларда жүр ғой, WhatsApp'тарда жәрдем, пәлен миллион, бірақ сол миллиондар кейде пайда бермей қалады, құрметті ағайын. Сол үшін құрметті ағайын, Алла тағала бізге өлім мен өмір не үшін жаратты? Біздің көркем амал жасауымызды білу үшін. Сол үшін құрметті ағайын, мына өмірде ешқашанда болды, біттім деген нәрсе болмайды. Әрине өмір болғаннан кейін қиындық болады. Өмір болғаннан кейін әрине қуаныш болады. Жағдай әрқалай, бірде жұмысың жүреді, бірде жұмысың жүрмейді, бірде адамдар сені құрметтемей қояды, бірде адамдардың алдында жүресің, бірде сөзің өтеді, бірде сөзің өтпейді. Бұл өмір сондай да. Бірақ не, адам баласы барлық уақытта Құдайын ұмытпайтын болса бар ғой, ешкімге ренжімейді, жүрегі ауырмайды ол. Онына біліңіз де, сіздің тәніңізде жаныңыз бар ма, сіз бақытты адамсыз. Біліңіз соны. Сіз бақытты адамсыз. Сол үшін сол бақытты біліңіз. Ең маңызды мәселе, сіз Құдайыңыз танисыз. Құдайға құл болыңша, қалған нәрсенің барлығын Алла өзі шешіп қояды, құрметті ағайын. Сол үшін адам баласы өзінің жанына қиянат жасауға болмайды.